Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВнын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан базар коргондобуз туугандар. 31 август 2020 жыл базар коргондон ушул жигитти билесиздер, дайыма жакшы аттарды чыгарат, күлүктөрдү чыгарат туугандар. Алды Өзбекстанга, арты Кыргызстандын ар тарабына кеткен жылкыларды чыгарган кайра ушул жигиттин үйүнө келип отурабыз туугандар. Аттарды бул жигит дагы жаңылап бүгүнкү чыгарылышка 3 атты көргөзөм дегенден мынакей келип отурабыз туугандар. Аттын баалары аябай жөндүү бааларда коюлуптур. Аттар өзү Арсланбаптын аттары келиптир бүгүн, жана башка жерден Сузактан аттар келиптир. Ошолорду көргөзөлү. Улактын аттары дейт туугандар. Азыр баарын сурайлы туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп бул 3 аттын биринчисин көрүп коелу. Биринчи номердеги бул атка маани берип көрөлү. Куу азыкта турган ат экен туугандар. 2 жылдан бери куу азыкта багылып, жалаң курук чөп менен жемделип турган, бою 1,60 сантиметр чыккан кара байыр жылкысы экен туугандар. Азыр ушуну ээсинин өзүнө келип суроолорду берели, аттын жанынан тарталы достор. Тууганым, бул ат кайсыл жактыкы? Арсланбаптын аты, улакка чабылып жүргөнбү? Улакка чабылып жүргөн таамай ат экен достор. Азыр үйүрүн сурайлы. Үйүргө коюлганбы, үйүргө? 1 жыл коюлган. Үйүргө 1 жыл коюлду. Быйыл коюлдубу? Жок, 2 жылдан бери коюлган. 2 жылдан бери куу азыкта, бирок 1 жыл коюлуптур үйүргө. Жашы канчада? 3 асы, мынакей туугандар. Жаңасынан баштап үйүргө ошондо 1 жыл туруптур. Андан кийин 2 жыл куу азыкта кармалган бул жоон жолпу улакка таамай аттын эми баасын сурасак, баасын канча дейт экен? Сиздер менен чогуу сурайлы. Баасын канча деп атасыңар? Сомго 130 000. Сомго 130 000. Мынакей достор. Сом менен эсептегенде 130 000 сом кеми бар туугандар. Жооштугуна кандай кепилдик бересиңерби? Жоошат экен. Ошондо азыр канча килограмм арпа жеп атабы же жүгөрүбү? 4 килограмм арпа бир күндө, Мынакей достор, 4 килограмм арпаны бир күндө жейт экен. 4төн көптөй да көрүнүп турат аттын этине караганда. Мындай көчмөр ат экен. Мынакей көрүңүздөр. Ойлуктап азыр буну чаап көрөбүз же көрбөйбүзбү? Азыр бул атты чаап көрбөйбүз, себеби туруп калган ат экен. Ошондуктан улакка таамай жүгүрүп жүргөн бул сыны келишкен кара байыр жылкыны 130 000 сомго баалап коюп тургандар. Андыктан көрүңүздөр, кимге жаккан болсо 1 номердеги ат деп сурай бересиздер. Аттын ээсинин номери экранда турат, ошол боюнча чалып байланышсаңыздар болот. Же болбосо базар коргондун центрине, мына стадиондун жанына келип атты көрүп кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, биринчи аттын толук түрдө мүнөздөмөсүн айтып тартып көргөзүп бердик. Анда кийинки аттарды тартып көргөзүп берүүнү биз баштай берели. Биз менен чогуу олтуруңуздар туугандар. Атка маани берип, кийинки улакка чабылып жүргөн аттарды дагы көрүңүздөр. Алар дагы жөндүү, жакшы баада коюлду. Мынакей достор, 3 асы болгондо 6 жаштагы ат. Мына туугандар, 2 номердеги атка кезек келип жетип калды окшойт. Бул атты азыр чабып көрөлү. Атты бастырып көрөлү. Аттын ээсинен баасын сурайлы, ат канча деп аткан экенин билели достор. Бул акжал кыска куйрук ат экен. Бул аттын жашы кандай? 3 асыбы? 3 асы. Жанагы биринчи тартып өткөн ат менен жашы тең экен. Бул неге арыгыраак? Ошону айтчы. Үйүрдөн кармап келсиңер да. Кыйналып калгандай го, канча бээге турган экен? 20га чейин коюлабы?
Беге қойылды да түшкен оқу. 19 бені былтыр тоқтатқан. Мына кеткендар быйылдағы 20 беге қойылып тұр. Үйірдің аты екен. Улаққа қандай? Ат жануар. Чауып келсін азыр. Аттың улағын сұрайлы. Улағына жуып бұ же үйірге жуып дейді. Улағы қандай улағы? Улағы жақсы ма? Қайсы айылға қойылды үйірді? Өзінің айылдылар. Арсанбапты, а? Мына кеткендар. Туғанымыздың аты дейді туғандар, мына көріңіздер. Қарабайырлы ұқсайды. Таза қарабайыр. Мына кеткендар көріңіздер. Ат жаққан болса, басы бұл жөнді болуш керек, а? Қанша деп атасың? 100 000 сом кемі бар. Мына 100 000 сом кемі бар туғандар. 100 000 деп ат екен. Жанағы 130 000 сом беле. Улаға чауып көріп, егерде улағы жоқ болса, 3 атты тең кепілдегі менен 100%, а? Мына кеткендар. Бұны дағы қысқасы аттың 3-ні тең улағы жоқ болып қалса, қайра алып келіп берсеңіздер болады деп отыр. Ат біздің каналдың сәйіпкерлері аттарды сынаңыздар туғандар. Аттар қандай екен, аны комментарийге жазып, елдерге, алчу адамдарға жардам берсеңіздер болады. Ошо комментарийге қарап алып қалышы мүмкін. Мына достар. Көкіректі ат екен, егерде бұны жемге той қозып, бағып қойса, оң ат болып шыға екен қараңыз. 100 000 сом кемі бар. Тақасы жоқ екен, а? Тақасы бар ма? Тақалар бар ба? Тақасы жақсы. Жоғыштығы қандай? Қазір уже жемге қойатасыңар ба? Бүгін ертең, а? Мына достар. Ат шамдағай ат екен. Ат ұшындай шамдағайлығы көрінөлі тұрады. Аттың бойының биіктігі ұшы 1,57 сантиметр бойы бар екен туғандар. Екінші ат кімге жақты, жана ұшу 3 атты кім таңдаған болса туғандар, сатқан адамға, жана алған адамға нәсіп қылсын, жана береке тапсын демекші туғандар. Бұл екінші номердегі атты көргөздік 20 бейде тұрған улақтың аты. Үйірі аябай күшті екен. Мына кеткендар көріп баа беріңіздер, жана аттың басы қандай қойылды, ағадағы комментарий жазсаңыздар болады. Менімше өте жақсы баалар қойылып атат туғандар. Өзіңіздер қандай деп ойлайсыздар, аны комментарийден күтөбүз туғандар. Бұл екінші номердегі атты сіздерге тартып көргөздік, кейінгі атты көргөзүүнү баштайлы. Мына достар, 3-ші атты көріп атасыздар. Бұл аттың қайманатыдағы өзіне жараша, тездігін көріп атасыздар, тездігі. Өзіне жараша тез Мерседес деген қайманаттағы ат екен. Ордынан ұнтылышы, ордынан жылышы, тоқтошы, қысқасы бұл 5-5-те чалып жүрген, анша-мынша аламан улақтарда чабылып жүрген ат екен достар. Бұның жашы жанағылардан 1 жашқа өді 4 асыйдағы, 4 асый болғанда 7 жаш болып қатуғандар, 4 асыйдағы ат екен туғандар. Атты көріңіздер, атқа баа беріңіздер. Бұл ат таза қанды қарабайыр жылқысы, бойы 1,62 сантиметр шыққан 3-ші номердегі атты тартып сіздерге көргөзіп атабыз. Бұл ат барлық жағынан көп келішкен жылқы екен. Мерседес қайманатындағы ат туғандар. Айланышы дағы аябай күшті, тақаға тұрушы, жоош, ушул тапта 3 килограммдан арпа жемін жеген ат екен. Улаққа таамай жүгірген, күріктігін көріңіздер. Азыр дағы бір сіздерге бұл аттың жүгіргенін көргөзіп береміз. Азыр тоқтап тұр. Аттың көкірек төрін сіздерге тартып көргөзөлү. Мынакей ат суағай, uzun, аткасы uzun ат екен, қараңыздар. Бұл ат басы бойынша келсек, басы азма-аз жанағылардан өдөрөк қойылды. Басын есінің өзінің озынан ұғайлы. Басын қанша деп атасыңар? $2000, а? Басы $2000. Я. $2000 бұл 155 000 сом болып қалады екен. 155 000. Бирок
мындайча айтканда базардагыдай эле баалар коюлуп атат туугандар. Таамай улактын аты неге Мерседес коюлган болот? Себеби? Не тез жүгүрөбү же ошондой болгон да? Улагы жакшы, улагы өтө жакшы дейт. Бүгүнкү чыгарылышта улагына 100% таамай аттарды көргөзүп атабыз. Эгерде жакпай калган болсо, улакка жүгүрбөй койгон болсо, кайра алып келип берүү кепилдиги менен берип атат туугандар. 3 аттын тең кепилдиги менен, мына Мерседес дагы өзгөчө ат экен туугандар, түсү дагы башкача. Атты дагы бир чабып көрбөйлүбү, Ошо баякы жактан бир чабып көргөзгүн. Элдер аттын жүгүргөнүн бир сыйра көрүп коюшсун. Мынакей туугандар, атты чабып көргөзүп атабыз. Атты баарын сиздерге маалымдап айтып берип жатабыз. Ат кимге жаккан болсо, 3 атка комментарий жазыңыздар. Кайсыл ат жакты, кайсыл ат көңүлүңүзгө толбой калды, кайсыл аттын баасы жакты. Ошону өзүңүздөр оюңузду комментарий катары калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Бүгүнкү 3 атты базар коргондон тартып көргөзүп бердик. Андыктан кимге жаккан болсо комментарий жазыңыздар туугандар. Баалар кандай болду, өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз. Бүгүнкү көргөзүүнү ошону менен биз соңуна чыгарабыз. Аттардын баары айтылды, мүнөздөмөлөр айтылды. Сиздерге тартып берген бул Муз-ТВ каналы болду. Менин атым Замир. Биздин каналга катталыңыздар. Катталып элек болсоңуз класс басып бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот туугандар. Ар бирибизге ушундай аттар насип кылган болсун. Сак саламатта калыңыздар.